Бүгін сіздермен сүзбелі печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ 180 грамм, қант 80 грамм, сары май 160 грамм, 1 шай қасық қопсытқыш және ұн 350 грамм шамасында қажет болады. Ең алдымен сары майды, қаймақты, қантты қосып араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды аздан салып отырып илейміз. Осы бастапқы кезде 1 шай қасық қопсытқышты, яғни разрыхлительді қосып кетеміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы қажет. Келесі кезекте бетін жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа алып қоямыз. Енді сіздермен салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін 200 грамм сүзбе, 100 грамм қант, 1 жұмыртқаның сарысы және 1 ас қасық кукурузный крахмал қажет болады. Енді барлығын қосып, блендермен бірдей масса болғанға дейін еземіз. Келесі кезекте қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, видеода көрсетілгендей бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Содан соң барлығын осылай дөңгелектеп бір формаға келтіреміз. Осылай дөңгелек етіп жаямыз. Содан соң ішіне 1 шай қасық салмамызды салып,
осындай формаға келтіреміз. Банан тәрізді формаға келтіреміз. Екі жүз градусқа 20 минутқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.